Одан кейін баланың жаңа туылған нәрестенің алақанына қолымызды, ойыншықты, бір затты сәл жақындата қалсаң не істейді алақаны? Бүйтіп қысып ұстап алады. Осының өзі хватательный рефлекс, яғни ұстау рефлексі. Егер даже бұл рефлекс болмаған жағдайда да сразу невропатологқа ескерту керек. Сосын жаңа туылған нәрестелер жатыр, сіз бір қатты дыбыс тұрс етсе, бір қатты музыка шығып, қатты бір шум болған кезде бала не істейді? Шошынады, моро рефлексі. Қалай шошынады ол? Қатты дыбыс тарс етіңіз, ол сразу резко аяқ қолдарын бәрін жазып барып басылады. Даже осыны шошыну рефлексі болмағанның өзі де дұрыс емес. Одан кейін жаңа туылған нәрестелерді біз осылай ұстап тұрып, сәл алдыға қарай жылжытсақ, мына көрінбей тұр ма? Сәл алдыға қарай жылжытсақ, сол кезде ол аяғын бүйтіп, как будто жүрген сияқты кейіп танытады.